Еліміздің қылмыстық кодексіне қыз алып қашуға қатысты бөлек бап енгізілуі мүмкін. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл осы мәселені көтеріп, оны бас прокуратура қолдаған. Қыздарды еркінен тыс алып қашқандарға жаза қандай болмақ? Жаңа бапты енгізуге не түрткі болған? Ұсынысты жасаған омбудсмен мен әріптесім Самал Қабышева тілдесті. Қыздың қарсылығына қарамастан алып қашу қоғамда тыйылмай тұр. Қалауымен шаңырақ көтермегендіктен отбасы бола алмадық дегендердің бірі Айжан. Ол өзін 18 жасында мүлдем танымайтын ер адам алып қашқанын айтады. Қарсылығына қарамастан оны сол шаңырақта қалуға мәжбүрлеген. Отбасылық 4 жылдың ішінде таяқтың астында қалып, ақыры 2 баласымен үйден қашып құтылдым дейді. Қазір 22 жастағы ол Астанадағы қорғау орталығында тұрып жатыр. Бұл жерде өз сияқты зорлық-зомбылық көргендер көп. Мен 18 жасында алып қашты. Мен өз еркіммен қалған жоқпын. Ұрды соқты. Қазір отырмын осы орталықта. Алып қашуға өте қарсымын. Болашақтағы қыздарға айтқым келгені танысып, біліп, ата-анасын, әке-шешесін біліп, сосын барып ұзатылып, немесе рұқсатымен берген қалаймын. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Артур Ластаев дәл осындай мәжбүрлі түрде еркінен тыс тұрмысқа шыққандардың құқығын қорғау үшін жазаны күшейтуді қолға алғандарын айтады. Қазір бізде қызды алып қашуға қатысты нақты қылмыстық бап жоқ. Тек адам ұрлау бабы бар. Ал оның ішінде қаншасы алып қашуға қатысты екені белгісіз. За последние неполные 3 года 3 жылға жуық уақыттың ішінде қыздарды алып қашуға қатысты 214 қылмыстық іс тіркелген. Бірақ 90% екі тараптың келісімімен тоқтап жабылып қалған. Біз қылмыстық кодекске неке қию мақсатында адамды ұрлау деген жаңа бапты енгізуді ұсынып отырмыз. Біздің мақсат адам құқығын қорғау, оларды зорлық-зомбылықтан сақтау. Омбудсменнің сөзінше, зорлық-зомбылыққа қатысты статистикаға сәйкес соңғы 3 жылдың ішінде 300 әйел адам зорлық-зомбылықтан көз жұмған. Одан бөлек 2000-ға жуық әйелдің денсаулығына ауыр және орташа зиян келтірілген. 37 мыңнан астам азамат жауапкершілікке тартылды. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан әйелдерді құтқарудың жалғыз жолы жазаны қатаңдату дейді Артур Ластаев. Еркінен тыс қызды алып қашуға қоғамда қарсы. Егер қыздың өзі келісіп тұрса, жарайды бірге бара берсін, өйткені қыз бұрында әке-шешесінің жағдайына қарайды. Ол кезде қыз ұзату жасамас үшін оны ұрлап қашатын. Ол кезде жарайды енді ондай болса, ал егер оның рұқсатынсыз ондай болатын болса, әрине қарсымыз. Қыз біреудің әпелеп өсірген баласы, және де біреудің қарындасы, біреудің әпекесі. Сондықтан ол әке-шешесінің рұқсатымен кеткенді қалайды. Әке-шешесінің батасын алғанда дұрыс. Қыздың еркіндігімен тыс келетін болса, оны заң жүзінде қарап, манағыдай бір А бабы, Б бабы, В бабы деп 3 баптерін қарау керек. Қыз алып қашуға қатысты қатаңдатылып жатқан бап еркінен тыс тұрмысқа шығатындардың құқығын қорғауды көздейді. Яғни қыз бала қарсылық білдіріп, оны артынша жігіт үйіне кері қайтарса да, бірақ жазадан құтылмайтын болады. Неке қию мақсатында адамды ұрлау бабы бойынша қыз алып қашқан адам 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал ол бұл қылмысты бірнеше адаммен бірігіп жасаса, жаза 7 жылдан жоғары болады. Самал Қабышева, Дәулетбек Абдрахманов, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.